Сәлеметсің бе, жас достым? Бүгінгі сабаққа қажетті қағаз қаламыңды дайындап қой. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның әлем аренасындағы рөлі. Бүгінгі сабақта сен Қазақстанның әлемдегі беделі жайлы, еліміздің беделін көтеруге үлесін қосып жүрген балалар жайлы білесің. Ал енді назарымызды глобусқа аударайық. Кәні, Қазақстан қай материкте орналасқан екен? Дұрыс айтасың, Қазақстан Еуразия материгінде орналасқан. Қазақстанның орны географиялық жағынан өте қолайлы. Қазақстан жерінің картада орналасу артықшылығы неде деп ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Қазақстан Еуразияның дәл ортасында орналасқан. Қазақстан арқылы маңызды автомобиль жолдары, темір жолдар, әуе жолдары өтеді. Қазақстан жер көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орында тұрғанын білесің бе? Сенің елің әлемдегі жер алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері сыйып кетері. Балақай, бұл жерді адамзат мекен еткелі 1 миллион жыл болды. Тарихтың өне бойында қазақтар осы ұлан қайыр жерге иелік еткен. Ата бабаңнан қалған қасиетті жерді сен де сақтауға тиістісің. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Достым, енді мына мақалды оқып көр. Мағынасын қалай түсінесің? Көршімен татудың көңілі тыныш. Иә, егер көршіңмен тату болсаң, еш нәрсені уайымдамай, бейбіт өмір сүресің. Ал енді назарымызды Азия мемлекеттерінің саяси картасына аударайық. Кәне, Қазақстан қандай елдермен көршілес жатыр? Атап көр. Иә, дұрыс таптың. Қазақстан, Ресей, Моңғол, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркия сияқты және тағы басқа елдермен көршілес жатыр. Біздің еліміз көрші елдермен достық, іскерлік, мәдени қарым-қатынастарын жылдан жылға арттыруда. Сол сияқты Қазақстан, Америка құрама штаты, Германия, Франция сияқты әлемдегі жетекші елдермен де байланыста. Ал енді мына сөйлемді оқып көр. Қазақстанның әлемдегі беделі күннен күнге артып жатыр. Бедел деген сөзді қалай түсінесің? Ойланып көр. Бедел дегеніміз абырой, көпшілік алдында жақсы бағаға ие болу. Көпшілік елдер өзін жан-жақты жақсы жағынан көрсетуге тырысады. Қазіргі Қазақстан ғылым, мәдениет, ауыл шаруашылық, спорт саласынан дамып, өзінің беделін күннен күнге арттыруда. 1991 жылы 29 тамызда Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейбітшілік 21 ғасыр манифесін жариялады. Манифест дегеніміз, балалар, ол үндеу хат. Өз үндеу хатында
бүкіл әлем халықтарын ядролық қарулардан бас тартуға шақырды. Қазақстанның ядролық қарусыз өмірге деген құлшынысын бүкіл әлем бағалады. Оның дәлелі 1992 жылғы 2 наурыздан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. Біріккен ұлттар ұйымының мақсаты бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау, адам құқығын құрметтеу. Бұл жайында келесі бейнематериалдан көресің. Дана, қайда қарап тұрсың? Алан, қарашы, біздің планетамызда қанша мемлекет бар? Осы елдер мен біздің мемлекеттің арасында қандай байланыс бар деп ойланып тұрмын. Иә, Дана, дұрыс сұрақ қойдың. Қазақстан егемендігін жариялаған соң, сыртқы саясаттағы өзінің нақты ұстанымын анықтады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңында Қазақстан Республикасы барлық мемлекеттермен өзара қатынасын халықаралық құқық принциптері бойынша құрады деп жазылған. Тәуелсіздігін жариялаған соң, Қазақстан әлемдік аренада дербес мемлекет ретінде танылды. Өзге елдер жас мемлекеттің тәуелсіздігін мойындауы саяси тұрғыдан өте маңызды. Қазақстан халықаралық ұйымдардың толық мүшесі болғаннан кейін, әлемдік жобаларға, кездесулер мен форумдарға қатысалады. 60-тан аса мемлекет Қазақстанда өздерінің дипломатиялық өкілдіктерін, елшіліктерін ашты. Өз кезегінде Қазақстанда шетел аумағында өз елшіліктерін ашты. 1992 жылдың наурыз айында Қазақстан халықаралық беделді ұйым саналатын Біріккен ұлттар ұйымының толық құқықты мүшесі атанды. Енді Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінің алдында Қазақстанның көк байрағы желбіреп тұр. Біріккен ұлттар ұйымы әртүрлі мемлекет өкілдерінен құралған. Олардың мақсаты жер бетіндегі бейбітшілікті сақтау, мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынасты дамыту, тұрмыс деңгейін жақсарту үшін көмек көрсету және адам құқығын қорғау. Өте жақсы достым. Сол сияқты соңғы 10 жылда Қазақстанда ірі спорттық шаралар өтті. 7-ші қысқы Азия ойындары немесе Азиада 2011 30-ші қаңтар мен 7-ші ақпан арасында Қазақстанның Алматы және Астана қаласында өтті. Оған 17-ден астам ел қатысты. Жарыстар спорттың 11 түрінен өткізілді және 59-дан астам медаль ойнатылды. Ал 28-ші қысқы универсиада Қазақстандағы Алматы қаласында 29-ші қаңтар мен 8-ші ақпан аралығында спорттың 12 түрі бойынша өтті. Спортшылар 11 алтын, 8 күміс, 17 қола медаль алып, елін қуантты. Ал Қазақстанның әлемдегі беделін арттыруға көмектескен жаңалықтардың бірі Экспо 2017 көрмесі. Осы көрмеде
ең көп тамашалаған павильонын білесің бе? Ол 7-ші қабаттағы ғарыш павильоны. Мемлекет халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға ұмтылуда. Сол үшін арнайы Қазақстанның даму тұжырымдамасы жасалады. Тұжырымдамада мемлекеттің негізгі даму бағыттары сипатталады. 1997 жылы алғашқы Қазақстан 2030 даму тұжырымдамасы қабылданды. Ал қазіргі Қазақстан 2050 тұжырымдамасында Қазақстанның 30 елдің құрамына кірудің негізгі бағыттары қарастырылған. Сен Қазақстанның болашағын қалай елестетесің? Қазақстан халқының болашақтағы жағдайы қандай болмақ? Бұл сұраққа саған елбасының мына сөздері жауап беруге көмектеседі. Кәне, бірге оқиық. Жылдан жылға біздің жас мемлекетіміз күшейе түседі. Онымен бірге жас ұрпақ та өсіп жетіледі. Олар білімді, жауапкершілігі мол, денсаулықтары мықты, әрі қуатты болады. Өз елінің салт дәстүрін сақтай отырып, әлемге бәсекеге қабілетті болады. 3 тілде еркін сөйлейтін бейбіт елдің азаматтары болады. Олардан жоғары білікті кәсіби мамандар шығады. 2030 жылы Қазақстан әлемдегі беделді жоғары мемлекеттердің біріне айналады. Еуразия кіндігі ретінде алып мемлекеттерді экономикалық және мәдени жағынан байланыстырушы ел ретінде танылады. Қазақстан 2018 жылы статистика бойынша дарынды балалардың саны жөнінен ТМД елдерінің ішінде 2-ші орында тұр екен. Ал сен әлемге танымал біздің жас жеткіншектерді білесің бе? Білмесең, таныс бол. Айша Закирова 2016 жылы 8 жасында Грузияда өткен шахмат жарысында әлем чемпионы атанды. Мәди Ердәулет Лас-Вегаста өткен зияткерлік олимпиадада 27 елдің баласынан озық шығып, өзінің дарындылығын көрсетті. Бала Турквижн 2015 ән байқауында Еркін Тұрсынхан 2-ші орынды иеленді. Біз бұл жеткіншектермен мақтанамыз. Ал енді біз болжау тапсырмасын орындайық. 2030 жылы сен неше жаста боласың? Есепте. Ол кезде сен кім, немен айналысатыныңды және сенің бойында қандай қабілеттер мен дағдылар болады. Кәне, мына сызбаға орындап көр. Осы сұрақтар жайлы ойланып, сызба толтыр. Иә, болашақта сен білімді өмірде қолдана білесің. 3 тілде еркін сөйлейсің. Өз еліңді мақтан тұтатын, сыни ойлайтын, тез шешім қабылдайтын, спортпен айналысатын тұлға болатыныңа сенімдімін. Ал енді Қазақстан 2030 жылы қандай мемлекет болады? Ойланып көріп, сызба сыз. Иә, Қазақстан болашақта бейбіт өмірді қолдайтын, бәсекеге қабілетті, салауатты өмір салтын ұстанатын, қоршаған ортаға жанашыр,
халықтың тұрмысы жоғары, экономикасы мықты мемлекет болады. Ал енді біз соңғы қорытынды бөлімге де жеттік. Мына дескрипторлар арқылы өзіңді бағала. Бірінші картадан Қазақстанмен көршілес елдерді атадым. 1 ұпай. Сұрақтарға жауап бердім. 1 ұпай. 2030 жылы өзімнің қандай болатынымды болжадым. 1 ұпай. 2030 жылы Қазақстан қандай мемлекет болатынын болжадым. 1 ұпай. Жалпы саны 4 ұпай. Сен жалпы 4 ұпай жинады деген сенімдемін. Ал енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау бол. Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы есептерді шығарудың тиімді тәсілдері деп аталады. Сенің меңгеретінің 3-4 амалымен орындалатын есептердің тиімді тәсілдерін үйренесің. Және 3-4 амалмен орындалатын есептерді шығарудың тиімді жолдарын анықтайсың. Олай болса, іске сәт. Балалар, бұл бөлім жаңа бөлім болып табылады, есептер бөлімі. Ал ортақ тақырыбымыз ары қарай жалғасын табады. Олай болатын болса, ғарыш әлемі туралы шағын видеоны тамашалаңыздар. Телескоптарды ойлап табу арқасында біздің аспанды бақылау мүмкіндігіміз де артты. Алғашқы телескопты 17 ғасырдың басында өз зерттеулерінде қолданған ұлы ғалым Галилео Галилей құрастырды. Телескоп құрылған шыны линзалар, кейде айналар жүйесінен құрастырған телескоп, жұлдыздар тобы мен комета секілді әртүрлі аспан денелерін бақылауға мүмкіндік береді. Аспанды зерттеуде қазіргі заманғы астрономиялық құрылғылар жұлдыздар шығаратын сәулені ғана емес, сонымен қатар басқа да денелерден шығатын радиосигналдарды, нақты астрономиялық денелерден шығатын табиғи рентген сәулелерін қолданады. Бұлт немесе тұман ластанған аспан ғаламды бақылауды қиындатады. Сол себептен де қазір обсерваториялар бұлтсыз, таза ауасы бар биік тауда, бұлттардан жоғары аймақта салынады. Мысалға, Гавайдағы Мауна-Кеа обсерваториясын келтіруге болады. Ғарышты зерттеудегі үлкен жетістік ғарышқа Хаббл телескобының ұшырылуы болды. Ол жер атмосферасынан жоғары ұшырылғандықтан бейненің елеулі жақсаруына қол жетті. Телескоп жерден басқарылады. Жиналған мәліметтер жерге қайта жіберіледі. Кейін оны мұқият зерттейді. Видеоны тамашалап болдық па, балалар? Олай болатын болса, математика сабағына қайта оралайық. Балалар, бүгін тиімді тәсілдерді қарастырамыз дедік. Олай болатын болса, қазір мына бірінші тапсырма арқылы бірнеше тәсілдерін қарастыратын боламыз. Арманның Лев Николаевич Толстойдың арифметика кітабындағы есептерді әртүрлі тәсілмен шығарғанын қара. Бірінші, бір қойшыда 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Түсінді қой балалар мәтінді. Ал енді бірінші тәсілді қарастырамыз. Бірінші тәсіл. Демек, 23 пен 7-ның қосындысы 30. 30 қой. Екінші қойшыда осынша қой бар. Ал 23 пен 30-ның қосындысы 53. 53 қой, екі қойшыда барлығы осынша қой бар дегені. Ал енді екінші тәсілді қарастырамыз. 23 пен 23-ның қосындысы 46. Демек 46 қой, егер бірінші қойшыда қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой бар дегені. Ал енді 46-ға 7-ні қосамыз, немесе 46 мен 7-ның қосындысы 53. 53 қой шын мәнінде екі қойшыда осынша қой бар дегені. Ал енді үшінші тәсіл. Мән беріп қараймыз. Үшінші тәсілде 23 пен 2-ның көбейтіндісінің мәні болады 46. Мұнда 46 қой, егер бірінші қойшыда қанша қой бар болса, екеуінде бірге сонша қой бар дегені. Ал енді 46-ға 7 артықты қосамыз, немесе 46 мен 7-ның қосындысы 53.
53 қой шын мәнінде 2 қойшыда осынша барлығы қой болғаны деген мағынаны аңғартады балалар. Ал енді екінші тапсырмаға мән беріп қарайық. Бұл не балалар? Геометриялық фигуралар, тік төртбұрыш. Есімізге салайық, есімізге түсірейік. Тік төртбұрыштың ауданын қалай тауып аламыз? Демек, оның формуласы ені мен ұзындығына тең. Демек, 8 сантиметр мен 3 сантиметрдің көбейтіндісі тең 3 сантиметр мен 8 сантиметрдің көбейтіндісіне. Неге? Бұл көбейтудің қай қасиетіне байланысты еді балалар? Дұрыс айтасыздар. Демек, көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті еді. Демек, тауып жерек 8 сантиметр мен 3 сантиметрдің көбейтіндісі болады 24 сантиметр квадрат. Тамаша балалар. Демек, бұл көбейтуге қатысты көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті болып табылады. Ал енді келесі геометриялық фигура. Бұл да дәл тік төртбұрыш, бірақ үлкен тік төртбұрыш екен. 2 тік төртбұрыштың бірігуі. Демек, үлкен тік төртбұрыштың ауданын қалай тауып аламыз? Ал оның үшін 2 тік төртбұрыштың ұзындығын бір-біріне қосамыз және еніне көбейтеміз. Ал енді бұл көбейтудің қайсы қасиетіне байланысты екен балалар? Көбейтудің үйлестірімділік қасиетіне байланысты екен. Ал келесі геометриялық фигурамыз қандай екен? Қорап немесе текше. Текшенің көлемін қалай тауып аламыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Текшенің көлемін ені мен ұзындығының көбейтіндісіне биіктігін көбейтеміз. Демек, бұл жерде қарап отырсақ, көбейтудің қайсы қасиетіне байланысты болып отыр балалар? Әрине, көбейтудің терімділік қасиетіне байланысты болып отыр. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі тақырыпқа түйіндеу немесе ереже шығарайық. Балалар, жалпы сендер тиімді деген сөздің ұғымды қалай түсінесіңдер? Тиімді деген сөзіміз саналы, орынды деген мағынаны аңғартады. Олай болатын болса, біздің ережемізге қаншалықты оның әсері бар. Тиімді тәсілмен шығарған кезде сандар оларға математикалық амалдарды қолдануға ыңғайлы болатындай етіп таңдап алу қажет. Және есептерді шығару барысында барынша аз амалды қолдану қажет. Жақсы балалар. Ал енді алған білімімізді амалда практика жүзінде қолданып көрейік. Олай болса, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеуге амалдардың қандай қасиеттері көмектеседі дейді. Ол қасиеттерді біз жоғарыда жаңа не істедік? Барлығын қайталап алдық балалар. Солай емес пе? Олай болса балалар, іске сәт. Тамаша балалар. Жылдам орындады деп ойлаймын. Олай болса, өзімізді тексерейік. Ал бірінші өрнектің мәні 7600, екінші өрнектің мәні 43000, үшінші өрнектің мәні 30000, ал төртінші өрнектің мәні 32000. Енді бұл өрнекті орындағанда қай көбейтудің қасиетін пайдаландық деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Көбейтудің терімділік қасиетін қолдандық. Демек, соның несі екен балалар? Формуласы екен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. 4-ші тапсырма. Егер Әлия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Түсінікті ғой балалар? Олай болса, тағы да іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Орындап болсақ, өзімізді тексерейік. Демек, Әлия қандай өрнекті амалдардың орындалу ретімен орындады екен? Демек, бірінші орында не істеді? Айырманы немесе азайту амалын орындады. Ал одан кейін барып, амалдың реті қайсы? Көбейту амалын орындады. Ал одан кейін үшінші болып, айырманың мәнінен көбейтіндіні азайтты. Тамаша. Ал енді екінші нұсқасында бірінші орында не істедік? Көбейтуді орындадық. Жақшасы жоқ өрнектерде. Біз бірінші болып көбейту немесе бөлу амалдарын орындап алып, содан кейін барып солдан оңға қарай ретімен орындаймыз. Демек, көбейтуді орындадық, одан кейін бөлу амалын орындады,
ең соңында үшінші қосу амалын орындады. Тамаша балалар. Ал енді балалар, бүгінгі алған білімімізді пысықтау үшін және қорытындылау мақсатында тест сұрақтары берілген. Осы тесттерді жақсылап мән беріп, зейін қойып, түсініп оқып, дәптерге орындаңдар. Демек, мен оқиын. Бірінші сұрақ. Көбейтудің терімділік қасиетін өрнектейтін формула қайсы? Ойландық па, балалар? Белгіледік пе? Олай болса, екінші сұрақ. Көбейтудің қосуға қатысты үйлестімділік қасиетін өрнектейтін формула қайсы? Орындадық па? Олай болса, тексерейік. Тамаша, балалар. Дұрыс деп ойлаймын. Ал енді келесі, үшінші сұрақ. Көбейтудің азайтуға қатысты үйлестімділік қасиетін өрнектейтін формула қайсы? Жақсы. Ал енді келесі сұрақ. Көбейтудің ауыстымдылық қасиетін өрнектейтін формула қайсы? Орындап болдық па? Олай болса тексерейік. Демек, дұрыс орындады деп ойлаймын. Ал енді ең соңғы 5-ші сұрағымызға назар аударайық. Таразының бір табақшасына 5 бірдей шар және 3 бірдей текше салынған. Екінші табақшасында осындай 4 шар мен дәл сондай 4 текше бар. Таразы теңесіп тұр. Қайсысы жеңіл? Шар ма, әлде текше ме? Жақсылап ойланайық, балалар. Ойландық ба? Белгілеп алдық ба? Олай болса өзімізді тексерейік. Демек, қай нұсқасы екен, балалар? В нұсқасы. Демек, шар мен текшенің салмағы қандай екен, балалар? Тепе-тең екен. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі жетістігімізді анықтап көрейік. 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйрендім. 3-4 амалмен орындалатын есептерді шығарудың тиімді тәсілін анықтауды білдім. Тиімді есептеуге амалдардың қандай қасиеттері көмектесетінін түсіндім. Арифметикалық амалдардың қасиеттерін өрнектейтін формулаларды қолдана аламын. Логикалық тапсырмаларды орындай аламын. Осымен балалар сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңдар. Hello dear students, welcome to Online English School. Today we will continue talking about the environment. During this lesson you will learn how to be eco-friendly. Last lesson we talked about sorting wastes. Did you know that there is a special color code for the containers? Why do you throw all the rubbish into one container? So what should I do with them? You have to segregate them. That's easy. Pay attention to the colors. We put paper in blue containers, color glass in green, plastic in yellow, metal in red, and organic waste in brown containers. Let's watch this video about 5 friends of the environment. Do you know how to segregate waste? Meet 5 friends of the natural environment. They will tell you what to do with different types of waste. Hello, I'm a paper container. It means that you can feed me with newspapers, magazines, cardboard, copy paper, old books and notebooks. Hi, my name is a glass container. I like everything made of glass. For example, glass bottles. Hi, I'm a plastic fantastic container. Please feed me with plastic. For example, plastic bottles and plastic bags. Hello, I'm a metal container and I love everything made of metal, such as, for example, bottle caps and cans. Hi, I am organic waste container. I eat everything natural, including old food,
spoiled fruit, or garden leaves. Now, let's practice the color code for the containers. Color in the containers. What is the color of the container that we put paper in? It's blue. What about the color of organic waste containers? It's brown. We put plastic in yellow containers. We put colored glass in green bins. And containers for metal products are usually red. Match the waste type to the container. Old newspapers, plastic bottles, glass bottles, can, food. Old newspapers go to container for paper. Plastic bottles should be put in container for plastic. Glass bottles should be put in container for glass. Cans go to metal containers. And banana is organic waste. Well done. Let's continue sorting wastes. Which of these should not be put into the paper container? Let's look at the pictures. Newspapers, paper box, plastic bag, organic waste, plastic caps, paper bag. Pay attention to the question. Which of these should not be put into the paper container? Plastic bag, organic waste, and plastic caps. Good job! Do you know what the 3 R's mean? Is this some kind of magical code? No, it isn't. The 3 R's mean reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Now, watch this video about reducing, reusing, and recycling. Do you know why waste segregation is so important? All kinds of waste affect our environment. Landfills, plastic bottles floating in the rivers, and garbage disposed in the forest could disappear if all of us start to protect the environment. This can be done in 3 ways: reduce, reuse, and recycle. Reduce, to put it simply, means use less. Turn off the water tap while you brush your teeth. Buy only things which you really need. Or unplug your TV and laptop at night. Reuse means use something again. You can reuse many things in their original form. For example, old shoeboxes can be used to store private treasures or school supplies. Another good way to protect the natural environment is to wear clothes which were previously worn by your brother or sister. Almost anything can have a new life. This process is called recycling. Many things like plastic bottles, glass bottles, or paper can be used to make the same kind of thing or a new product.
For example, your old notebook might be turned into a tissue for you to use. You should also remember that we obtain all such things like paper, clothes and water, as well as heat and light at home, from natural resources found on the earth. When you use the rule of 3 R's, reduce, reuse, recycle, not only do you keep our earth clean, but you also protect our natural resources. What do the terms reuse, reduce, and recycle mean? Reduce, reuse, and recycle. Reduce means using less. Reuse is using something again more than once. And recycle means making new things from old things. Very good. Decide which of the things you can reuse, reduce, or recycle. A shopping bag. Running water. Old furniture. What can we do with a shopping bag? Reduce, reuse, or recycle? We can reuse it. What about running water? We can reduce it. And what can we do with old furniture? We can recycle it. Well done. Decide what activity can be categorized as reducing, reusing, or recycling. Turn off the light when you leave the room. Save energy. Reduce it. Draw on the back of used paper. Reuse the paper. Make a paper plane from a paper waste. Recycle. Unplug your laptop at night. Reduce. Take old plastic bag to the store with you. Reuse it. Great job! Let's talk about transport. What kind of transport can you use to be eco-friendly? Hi, I'm going to the cinema this afternoon. Would you like to join me? Sure, but I'm going by bike. How about a cycling trip to the cinema? I don't want to be late. I'll ask my mom to give me a lift. Late? You must be joking. Let me show you something. Let's leave at the same time, and I'm sure I'll get there before you. So using bikes is very good for the environment. Let's watch this video. Have you ever wondered how many benefits for your health and for the environment can be achieved by cycling? They are really numerous. First of all, it is one of the most environmentally friendly means of transport. It does not pollute the air, does not cause any noise, does not take up any living space of people, animals or plants. Secondly, a bike is inexpensive. When you compare a bike with other means of transport, you realize that it can save you quite a large sum of money. Simply, you don't have to worry about fuel, expensive repairs, car insurance or parking fees. The purchase of a bike does not need to be a big expense either. You can always choose a second-hand bike. Thirdly, a bike can save you a lot of time. When you choose to cycle to school, the cinema or the shops, you can avoid traffic jams. This means you are actually at your destination even before your friend who has decided to take a bus. The fourth reason is that riding a bike helps improve your health and body shape. Physical movement is your health's best friend. Exercise and fresh air will guarantee that you are in a great mood, have a good appetite, and always get a deep night's sleep. The fifth argument states that cycling is a form of relaxation. There is nothing more enjoyable than a cycling trip with friends or parents organized during the weekend. Sometimes after a long day at school, it's a good idea to relax by going for a bike ride. The sixth reason is that a bike is a positive element of our congested city streets.
Bikes are becoming increasingly popular everywhere in the world, not only as a form of relaxation, but also as an everyday means of transport. Look, there are so many reasons why you should swap a car or a crowded bus for a bike. Ride a bike. Be eco-friendly. Which of the sentences describing cycling are true and which ones are false? Bicycle is a cheap means of transport. That's true. Cycling is not possible in big cities. That's false. Only children who go to school can cycle. That's false. Cycling is an environmentally friendly means of transport. That's true. Cycling is eco-friendly. Adults cannot ride their bikes to work. That's false. Very good. What should we do to save energy? In order to help the environment, find places where electricity, heat, or water is wasted. Click on them. Let's stop the running water. Let's switch off the light. Let's unplug the gadget. Let's close the window. Let's close the fridge. Well done. This is the last activity for today. On each picture, mark what gets wasted. Picture number 1. Water. Picture number 2. Heat. Picture number 3. Electricity. Great job! This is the end of lesson number 4. See you next lesson. Bye-bye.